Барлықтарыңа сәлем достар. Кезікті видеоға қош келдіңдер. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі бізде қозғалатын тақырып қаңтар ұбт-дан кейін пән ауыстырған дұрыс па? Сол туралы толықтай айтатын боламыз және осы видеодан кейін өзіңе шешім қабылдай алатындай ақпарат аласың деп ойлаймын. Жалпы негізі қаңтар ұбт бұл өз кезегінде өзіңнің деңгейіңді бағалау мүмкіндігі болып саналады. Бірақ та кейбір оқушылар осы қаңтар ұбт-сынан кейін өздерінің бейіндік пәндерін өзгертіп жатады. Оған себеп әрине сол бейіндік пәндерден төмен балл алуы. Енді осы тұста ойланатын сұрақ, бейіндік пәндерді ауыстырған дұрыс па, әлде сол бағыт бойынша кете берген дұрыс па деген секілді. Және бұл немесе белгілі бір уақытша қорқыныш деген секілді сұрақтар туындауы мүмкін. Енді осы сұрақтарды қалай шешсек болады, қазір айтып беретін боламын. Ең бірінші бұл әрине қаңтар ұбт-ның нәтижесін саралау. Және де өзіңнің таңдайтын мамандығыңа мән беру керек. Яғни сенің таңдап жатырған мамандығың өзіңе ұнайтын болса, балалық арманың болса, бірақ та қаңтар ұбт-дан төмен балл жинап қалатын болсаң, бейіндік пәндерден осы тұста бейіндік пәніңді ауыстырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі сенің төмен балл алуың ол сенің қолыңнан келмейді деген сөз емес. Яғни ол сенің дайындығының көрсеткіші. Бұл өмірде мүмкін емес деген нәрсе жоқ, барлығы мүмкін. Яғни ол қиын тақырып болса да, оны дұрыс стратегиямен оқу арқылы аз уақыттың ішінде толықтай үйрене аласың. Сондықтан да мен саған осы тұста пәніңді ауыстыруға кеңес бермес едім. Және келесі екінші нұсқа болады, яғни осы тұстағы оқушылар бейіндік пәндеріне төмен балл алған, бірақ та олардың нақты мамандықтары әлі қойылмаған. Нақты мамандықтарын білмейді, бірақ та белгілі бір бейіндік пәндерді тапсырып жүр. Осы тұста осы оқушыларға айтқым келеді, сендер өздеріңнің ең алдымен қызығушылықтарыңды біліңдер және не нәрсеге сендер бейімсіңдер, не нәрсе қызықтырады, қандай жұмыс жасағыларың келеді, осыны анықтап алыңдар. Содан кейін барып бейіндік пәндерінде ауыстырсаңдар болады. Енді осы тұста сендерге керемет жаңалық айтқым келіп тұр. Яғни бұл сендер үшін мүмкіндік. Яғни өздеріңнің қызығушылықтарыңды, қай бағытқа бейім екендеріңді анықтау үшін профоронтологтың көмегі керек болады. Ал бұл көмек бізде тегін қарастырылған. Яғни осы көмекті алу үшін описаниеде сендерге сілтеме қалдырам. Сол сілтемеден өту арқылы профоронтологтың көмегін тегін ала аласыңдар. Ал достар, видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңдар. Және де ұбт бұл өмірдің соңы емес, ол мақсатқа жетудегі белгілі бір баспалдақ. Сол баспалдақтан сүрінбей өтулеріңе тілекшімін. Сендермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше.